Сәлеметсіңдер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі кураторлық сағатымыздың тақырыбы кәмелетке толмағандардың әкімшілік және қылмыстық жазалау мәселелері болып табылады. Бүгінгі кураторлық сағатымыздың мақсаты жалпы алған кезде студенттерге құқық бұзушылық пен қылмыстық әрекеттердің адам өміріне тигізер әсері, келешек өмірлеріне оның зардаптары туралы түсіндіру және қоғамға жат мінез құлықтардан сақтандыру болып табылады. Енді жалпы құрметті студенттер, бүгінгі кураторлық сағатымызды сіздермен пікірталас ретінде өткізгім келіп отыр. Сіздердің барлықтарыңыз білесіздер, иә? Қоғамда жаңағы адамдардың барлығы заңға бағыну қажет, иә? Заң талаптарын міндетті түрде орындау ол ең маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Бірақ соған қарамастан көп жағдайда осы кәмелетке толмағандар арасында қылмыс жасау, құқық бұзушылық әрекеттерін жасау, иә, әрекеттері жиі кездесетін кездері бар. Сол себептен міне бүгінгі кураторлық сағатымызға да сіздерге осы құқық бұзушылық пен қылмыстық әрекеттердің жасалу себептері қандай, оларды жасаған кезде жасөспірімдерге тағайындалатын жаза түрлері және олар қалай жіктеледі, міне осы жөнінде ақпарат беру болып табылады. Енді жалпы мынау кураторлық сағатымызды бастамас бұрын ең алдымен балалар, мен сіздерге мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы сіздер қалай ойлайсыздар негізінен? Кәмелетке толмаған балалар қылмыс немесе құқық бұзушылық жасайды, иә? Сол қылмыс пен құқық бұзушылық жасауға оларды не итермелейді? Осыған сіздер қандай өз пікірлеріңізді айтар едіңіздер? Қоршаған ортасы жанында топтары, өздерінің топтары солар әсер етуі мүмкін деп ойлаймын. Олар қызық мақсатында, қызық көру мақсатында құқық бұзушылыққа жол береді. Мысалы, олар қабырғаларды шимайлап, қоғамдық орындарды бүлдіру, басқа да құқық бұзушылықтарды жасап отырған деп байқап отырмыз. Жалпы енді құқық бұзушылықтарға бәріміз де білеміз. Былайша айтқанда, құқық бұзушылықты тек қана кәмелетке толмағандар ғана емес, сонымен қатар ересектер жасап отырады. Бірақ бір айырмашылығы бар. Ересектер өзінің жасаған қандай да бір құқық бұзушылығын немесе өзінің іс-әрекет салдарын болжай алады. Ал бұл ретте жаңағы жасөспірім, яғни кәмелетке толмағандар көбіне қызық көріп, бұл іс-әрекеттерді жасайды және де оның соңын қатты түсінбейді, заңдылықтың не екенін түсінбейді. Және былайша айтқанда жасаған іс-қимылының салдарын түсінбейді. Жаңағы себептер туралы айта кетер болсақ, онда менің ойымша ең бірінші себеп бұл ата-ана, яғни тәрбиеге қатысты. Яғни егер бала ата-ана жаңағы бұл адамдық қасиеттер, яғни заңдылыққа қатысты егер ата-анасы айтпайтын болса, онда бала заңдылықтың қаншалықты маңызды екенін түсінбейді. Екіншісі, яғни дұрыс ата-ананың ойына қосыламын. Бұл оның ортасына байланысты, егер баланың ортасы жаман болса, онда ол соған қарай тартылады. Және үшінші, бұл баланың өзінің қызығушылығы, яғни ол түсінбейді. Дегенімізде, жаңағы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде бұл қоғамға қауіпті, белгілі бір жағдайда зардап келтіретін, әрекет немесе әрекетсіздік арқылы жасалатын, жаңа қауіптілігі жоғары іс-әрекет болып табылады. Енді жалпы алған кезде мынау қылмыстың жасалу себептерін, белгілерін атап өтсек, қылмыс ол болады, қоғамға қауіпті болады, кінәлі әрекет болады және жазаланушы әрекет болып табылады. Сондай-ақ белгілі бір жағдайда заңға қайшы әрекет болып табылады. Бірақ көп жағдайда мына жасөспірімдер қылмыс жасаған кезде, қылмыстық іс-әрекеттерді жасауға барған кезде өз әрекеттерінің қоғамға қауіптілік дәрежесін түсіне алмайтын кездері болады. Себебі олардың барлығы ойлайды, егер мен қылмыс жасап тұрған жағдайда да мені жауаптылыққа тартпайды. Себебі менің әрекетім ол қоғамға қауіпті емес, шамалы ғана әрекет деп ойлауы мүмкін. Бірақ шын мәнісінде егер заңға сәйкес сол әрекетті сараласа, міндетті түрде жаңағы жасөспірім жасаған әрекет ол қоғамға қауіпті қылмыстық әрекет болып табылады да белгілі бір жазалануды не істейді, талап етеді. Одан басқа кей жағдайда жасөспірімдер жаңағы құқық бұзушылық әрекеттерді жасауы мүмкін. Ол әрекеттер жасалады кейде әрекет арқылы, немесе әрекетсіз арқылы, немесе белсенді, немесе енжар түрде жасалуы мүмкін. Бірақ соған қарамастан кейбір жасөспірімдер өздерінің жаңағы құқық бұзушылық әрекеттерін шын мәнісінде белгілі бір заң бұзушылық деп санамауы мүмкін. Себебі ол әрекеттерді олар ойлайды қалыпты жағдай деп, ол үшін ешкім жазаламайды деп санауы мүмкін.
бірақ шын мәнісінде егер жасөспірімдер осындай белгілі бір құқық бұзушылықты немесе қылмыстық іс-әрекетті жасаған жағдайда оған міндетті түрде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгілі бір жазалау шаралары қолданылады. Түсіндіңіздер ме? Енді жалпы сіздердің барлықтарыңыз мынау теледидардан, әлеуметтік желіден, белгілі бір қылмыстық іс-әрекеттердің жасалып жатқанын, жасөспірімдер арасында қазіргі кезде осы құқық бұзушылық пен қылмыстық әрекеттердің кеңінен дамып өсіп кеткенін білесіздер. Көп жағдайда қазіргі 21 ғасыр бұл ғылым мен техниканың дамыған дәуірі деп аталады. Сол себептен көп жағдайда мынау ақпараттар азаматтарға белгілі бір әлеуметтік желілер арқылы берілуі мүмкін. Енді жалпы сіздер қалай ойлайсыздар негізінен? Қылмыстың қоғамға қауіптілігі дегенді сіздер қалай түсінесіздер өздеріңіз? Яғни кім қандай пікір айта алады? Әр қылмыстың әр кішкене бұзушылықтың қоғамға зиян зардабы көп болады. Мысалы, жаңағыдай алдында айтып отырғандай мемлекеттік жерлерде жасалған жасөспірімдер арасындағы төбелес болсын, оның қайтсе де бір тарапқа зияны болады, бір тарапқа қауіпті болады. Мысалы, жай ғана бір конфликтте үлкен дауға ушығып біреу зақымдануы, зардап шегуі мүмкін. Әрбір құқық бұзушылықтың өзінің салдары, өзінің жағымсыздықтары болады. Жаңағы қылмыстың түрлері өте көп, сол себептен қазір мен сіздерге мына экран арқылы бір видеоны көрсеткім келіп тұр. Жалпы мынау қылмыс пен құқық бұзушылықтың пайда болу себебі неде? Оған жалпы алған кезде жасөспірімдерді, кәмелетке толмағандарды не итермелейді, не апарады, себебі қандай? Оның өзінде осы әкімшілік құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алуға бола ма деген сұрақтарға жауап алу мақсатында мен сіздерге қазір экран арқылы видео көрсетемін. Содан кейін сол видеоны тамашалағаннан кейін біз сіздермен өздеріңіздің пікірлеріңізді айтасыздар. Жаңағы видеода көрсетілген тақырып бойынша талдау жасайық. Соңғы статистикалық мәліметтер бойынша бұл санаттағы қылмыстың саны 9%-ға Ал балалар, енді сіздер қалай ойлайсыздар, жалпы? Біздің осы жаңағы видеоны тамашаладыңыздар, сіздердің жалпы өздеріңіздің ой пікірлеріңіз қандай? Осы айтсам бола ма? Яғни видеода түсінгенім бойынша көбіне кәмелетке толмаған жасөспірімдердің құқық бұзушылық әрекеттерге баруы бұл отбасындағы тәрбиенің әлсіздігінен екендігі. Расымен де көп ата-аналар балаларының балалармен дұрыс сөйлесе алмайды, олардың қызығушылығымен
олар қайда жүр, не істеп жүр, нақты көбіне біле бермейді. Бір жағынан ата-аналарды да түсінуге болады. Яғни отбасына сұрау мақсатында күні түні жұмыста болуы мүмкін. Немесе тәрбие кезінде кішкентайынан балаға мүмкін ата-анасы өтірік айтатын шығар, баланы алдап, немесе оған қатыгездік көрсетуінен шығар, бала соған үйреніп қалып, өскенде ол да сол ата-анасының әрекетін қайталауы мүмкін. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, ондай жағдайда кездеседі. Тағы басқа пікірлер бар ма, балалар? Тағы не ойлайсыздар бүгінгі осы көрсетілген видео жөнінде? Мысалы ата-ана жақсы тәрбие беруі мүмкін, бала кезінен бастап оған жаман мен жақсыны айыруға заңдылықты түсіндіруі мүмкін. Бірақ соның өзінде бала есейе келе жаңағы былайша айтқанда біз адамдар қоғамға отыз тәуелдіміз. Және егер қоғам қандай да бір теріс қылмыс жасаса, онда егер қоғамда теріс қылмыс түскен тобында жаңағы қандай да бір құқық бұзушылық норма болып саналса, онда сол бала да кәмелетке толмаған адам бала бұны норма деп санап, оны жасай береді. Сонымен қатар менің ойымша мұнда негізгі айтар ойым, бұған тек отбасы, сонымен қатар жаңағы қандай да бұқаралық ақпараттар көздері үлкен әсер етеді. Сонымен қатар жаңағы оның ортасы өте жақсы әсер етеді. Иә, дұрыс айтасыздар. Негізінен адамды мысалы қылмыс пен құқық бұзушылық жасауға итермелейтін көп жағдайда ортасы болуы мүмкін. Түсіндіңіздер ме? Сол ортасына еліктеп, иә, қылмыс жасайды немесе құқық бұзушылық жасайды. Иә, Айдана, айта қойыңыз. Жаңағыдай айтып жатсаңыздар, жасөспірімдер арасында көп болатын қылмыстың бір жаңағыдай төбелестер болады да. Ол себебі неден жаңағы жастар бір түсінбей жаңағыдай ақырына деп бармайды, ақырына деп агрессивный болады да, бәрін жұдырықпен немен шешуге ұмтылады. Ал олар көбінесе түсіне бермейді, жұдырықпен шешудің барысы немен аяқталатын жазатайым оқиға болады. Жауапкершілікті сезінбеуі мүмкін кейбір балалар. Кейбір жағдайда жаңағыдай социальный сетке дедік қой, әлеуметтік желілерде де көбінесе видеолар, басқаларды көреді, олар да баланың психикасына әсер етуі мүмкін. Жаңағы ата-анасының тәрбиесіне де әсер етеді деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Жақсы, пікірлеріңіз өте дұрыс. Жалпы мынау бүгінгі осы біздің тақырыбымызға сәйкес мен сіздерге мынандай бір жаңағы ситуациялық жағдайды шешуді ұсынып отырмын. Қазір экранға назар аударыңыздар. Тығырықтан шығар жол қайсысы деп. Иә, көп жағдайда осы белгілі бір қылмыстық іс-әрекетке байланысты. Енді қазір мұқият тыңдаңыздар, иә, содан кейін алып осы экранда көрсетілген жағдаят бойынша сұрақтарға жауап берсек. Енді мен сіздерге осы мәтінді қазір оқиын, содан кейін сіздер алып осы сұраққа жауап берсеңіздер. Ауыл іші туған түнде де көп бала өлең айтып шулап отырды. Жандарынан өтіп бара жатқан балаға отырғандардың біреуі орнынан тұрып, әй бері кел деп айқай салды дейді. Қайрылмаған оған пышақ көрсеткен дейді. Енді сіздер қалай ойлайсыздар? Демалып отырған жастар заңды бұзды ма? Кім заңды қалай бұзды? Сіздің тарапыңыздан қандай жауаптылыққа тартады деп ойлайсыз? Ал қандай қайсыңыз жауап береміз бұған? Бұл жерде бірнеше әкімшілік, бұл жерде бірнеше құқық бұзушылық, ең біріншіден көп бала өлең айтып отыр деп, яғни бұл қоғамдық тыныштықты бұзып отыр, тек қана жаңағы өздеріне қатысты емес, басқа да адамдар, мысалы жан-жағында адамдар болуы мүмкін, немесе жаңағы үйлер болуы мүмкін, сол үйлерде былайша айтқанда қоғамдық тәртіпті бұзып отыр. Екінші, бұл өтіп бара жатқан балаға жаңағы еркелеп пышақ көрсету, яғни адам өміріне қауіп төндіру, бұл екінші болады. Олардың әрине іс-қылықтары дұрыс емес, және менің ойымша бұл жерде жаңағы қоршаған ортасына әсер етуін көруге болады. Себебі мысалы мүмкін осы топтың ішінде бір ғана бала өлең айтып осы барған болар, ал басқалары оны лидер секілді танып, жаңағы соған қосылып отыр десе де болады деп ойлаймын. Иә, жақсы. Енді балалар қараңыздар. Енді сіздерді осы бүгінгі тақырып бойынша, иә,
сіздер кәмелетке толмаған балалардың құқықтық жауаптылыққа, қылмыстық жауаптылыққа тартылатынын білдіңіздер, иә? Қазір экранда міне сіздерге мынандай бір сұрақтар беріледі. Сіздер сол жаңағы сұрақтарға жауап беру арқылы табылуыңыз керек. Мен заңды қаншалықты жақсы білемін деп. Себебі, мысалы сіздерге айтайын, дүкенде спирттік ішімдіктермен бірге есірткі сатылады дейді. Ол сонда қылмыс па, жоқ құқық бұзушылық па? қылмыс болып Иә, себебі есірткі сатуға және оны сатуға заң бойынша рұқсат берілген қылмыс болып тыйым салынған. иә, а егер тек спирт ішімдіктерді сатса ше, ол қандай болуы мүмкін еді? спирт ішімдіктер сатса, ол кәмелетке толмаған баланы сатса, ол әкімшілік құқық бұзушылық, жаңағыдай ол 21 жасқа толғанша толмаған адамға спирттік өнім сатуға болмайды, оның өзі белгіленген уақыттар түседі. Сағат 10-нан кейін сатылмайды мысалы. Жақсы. Келесі, түнгі көшеде жастар айғайлап өлең айтып келе жатыр дейді. Ал бұл қандай әрекет болуы мүмкін деп ойлайсыздар? Әкімшілік құқық бұзушылық. Иә. Біреудің құқығын бұзуға қажет ешқандай құқығы жоқ қой, ол демалып жатқан адам болуы мүмкін. Түнгі тыныштықты бұзып алу керек, иә? Дұрыс айтасыздар, иә? Енді келесі, сатушы сатып алушыға байқамай артық ақша беріп жіберді. Сатып алушы өзіне тиісті ақшадан артық екенін біліп, тұра қайтып бермеді дейді ақшаны. Ал бұған не дейсіздер? Қылмыс па, жоқ құқық бұзушылық? Әкімшілік құқық бұзушылық, бірақ өзінде мен ойымша қатты құқық бұзушылық болмайды, себебі бұнда тек қана жаңағы ұрлап алған жоқ қой бұл ақшаны. Сатушы өзі байқамай беріп қойды ғой. Иә. Сондықтан кішкене кінәсі бар деп ойлаймын. Иә, моральдық тұрғыдан алсақ, ол адам адамгершілік көрсетіп ақшаны қайтарып беру керек еді, иә, жалпы. А егер жаңағы сатушыдан ұрлап алған жоқ, бірақ қайтармады, бірақ негізінен қайтаруға тиіс еді. Енді сіздерге мынандай сұрақ балалар. Қылмыскер бала қайдан шығады деп ойлайсыздар? Әрқайсысын бір сөзден өз пікірлеріңізді айтсаңыздар. Қоршаған ортасына байланысты болуы мүмкін. Тағы қандай жағдай болуы мүмкін? Ортасына байланысты болуы мүмкін. Ол по-любому өзіне араласатын адамдарына байланысты болуы мүмкін, бірақ адам по-любому өзіне санасына байланысты деп ойлаймын. Бірақ адамға қанша жерден өзін айтқанымыз дейді, қанша жерден айтып жатса да ше. Иә, көп жағдайда өзіне қажетті дейді, соны жасауы мүмкін. Иә, шын мәнісінде. А жалпы алсаңыздар, мысалы, ғылыми түрде айтсақ, иә, немесе заңгер ғылымдардың жаңағы зерттеуі бойынша айтатын болсақ, қылмыскер бала қайдан шығады десе, бұл көп жағдайда болады, мынау жаңағы өзінің қоршаған ортасындағы адамдармен қарым-қатынас жасау негізінде, сол адамдарға еліктеушілік негізінде болуы мүмкін. Немесе кейде болады, ересек адамдар тарапынан сол қылмыстық іс-әрекетке баланы тартудан болуы мүмкін. Немесе кейде болады жаңағы белгілі бір материалдық жоқшылықтан. Түсіндіңіздер ме? Немесе кейде болады жаңағы белгілі бір қызығушылық салдарынан өз әрекетінің жаңағы құқық бұзушылық немесе қылмыс екенін түсінбей, белгілі бір қызығушылық әрекет салдарынан барып, осындай әрекетке баруынан болуы мүмкін. Сондықтан да көп жағдайда біз айта аламыз, иә, егер бала жаңағы кәмелетке толмаған бала, жасөспірім бала қылмыстық іс-әрекет немесе құқық бұзушылық жасаса, оны сол әрекетке итермелейтін белгілі бір себептерді анықтау қажет. Сол себептерді анықтаған жағдайда ғана біз айта аламыз, иә, көп жағдайда не себептен адам құқық бұзушылық жасайды, не себептен қылмыстық іс-әрекетке барады, иә, соны ғана анықтай аламыз. А жалпы алсақ, өзі бізде кез келген адам заңға бағыну қажет, иә. Тіпті Бауыржан Момышұлының өзі айтқан ғой, тәртіпке бағынған адам құл болмайды деп, иә. Соған сәйкес, мысалы, егер сіздер заңға бағынсаңыздар, иә, заң талаптарын дұрыс орындап жүрсеңіздер, иә, белгілі бір жағдайда құқық бұзушылық әрекеттер де, қылмыстық әрекеттер де болмас еді. Соның көбінде, көп жағдайда мынау біздің қылмыстық кодексте немесе әкімшілік құқық кодексте көзделген белгілі бір жазалау шаралары да болмас еді. Бірақ өмір болғаннан кейін жаңағы түрлі жағдайлар кездеседі, адамдардың жаңағы арасында, тіпті ересек адамдар, жасөспірімдер, кәмелетке толмағандар балалар арасында белгілі бір осындай құқық бұзушылық әрекеттер болуы мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде бұл жағдайда ескеру керек. Егер адам жаңағы заңға қайшы іс-әрекет жасады ма,
ол міндетті түрде жазаланады. Түсініп отырсыздар ғой. Енді жалпы алған кезде міне біздің бүгінгі жаңағы кураторлық сағатымызда біз сіздермен кәмелетке толмағандардың әкімшілік және қылмыстық жазалау тақырыбындағы жаңағы белгілі бір пікір таласымызды өткіздік. Сіздердің барлықтарыңыз білесіздер, иә, кез келген адам белгілі бір жағдайда белгілі бір заң талаптарын білетін, заңға бағынатын, өз әрекетінің жаңағы белгілі бір жағдайда қоғамға зиян келтіру дәрежесі болмайтындығын сезінетін, бір-бірін құрметтейтін, белгілі бір жағдайда өзі Қазақстан Республикасының азаматы ретінде заңдарды сақтауға ниеттенген белгілі бір тұлға болып қалыптасу қажет. Сондықтан да бүгінгі кураторлық сағатымызды аяқтай отырып, сіздердің осы кураторлық сағатқа қатысқандарыңызға алғысымды білдіремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.